Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Сакокейс данасы. Достар, видеоның атынан көріп отқандай, бүгінгі видеода біз сізбен бірге Globus Mobile'дан WebMoney'ге ақша шығарып көретін боламыз. Яғни мен алдыңғы видеоларымда айтқан болатын, Globus Mobile'мен ақша табыңыздар деп. Енді осы тапқан ақшамды қазір шығарып көретін боламын сіздердің көздеріңізше. Мінекей, ол үшін қалай шығаратынын үйрете кетейін. Ол үшін осылай кірген кезде сізде осылай төбесіне түсесіз, ожидаем рекламуға басасыз, осындай бетше пайда болады. Үш сызықшаны басасыз да, мейлі фианси деген болады, соны басамыз. Және де WebMoney'ға басамыз, сіз өзіңізге WebMoney кошелек ашасыз. Осы жерден, яғни сіздің кошелегіңіз көрініп тұрады, әртүрлі кошелектер. Мынау қазақ тілінде, енді қазақстанский теңгемен ғой, мынау білмеймін қандай мен екенін. Енді осыған аударып көретін боламын. Себебі біз қазақстанскийға аударсақ, онда ол қазақшаға аударылмайды. Енді қазір осыған аударып көретін боламыз. Кошелекті басамыз, үстінен басып тұрамыз, ставить басамыз. Копировать ету үшін мына үстінде 2-4 тұрады, соған басамыз, және де копировать етіледі автоматически. Басып тұрамыз, ставить басамыз, окейді басамыз. Тағы да осындай шығып тұр. Бұл неге екенін білмеймін, достар. Бұндай валюта келмейді дей ме? Сондай бір нәрсесі бар, достар. Что-то түсінбей жатырмын өзімде. Тағы да бір кошелек ашып көрейік. Мұнда қандай кошелектер болады? Мысалға, сізде осындай шығу мүмкін. WMS, WME, WMO, WMS, WME бола ма? WMR, российскийді ашылмадым. Онда бір проблема болып тұр. Мұндағы 3 жұлдызшаны көрейік. Ожидание ответа дейді. Окейді басамыз. Для выполнения данного действия необходимо предоставить персональные данные. Достар, көре тұрайық. Кішкене мұнда мен бір түсінбегенім, бүкілін толтыру керек. Индекс, адрес, қазір толтырып көретін боламыз. Ал мінекей, достар, мен ашып көрдім. Енді қазір басып көрейік. Істейме екен, істемейме екен. Кошелек для валюты успешно дейді. Енді қазір көретін боламыз осыған ақша шығарып. Міне копировать басамыз, және де глобусқа қайтадан кіреміз. Мына кошелекті алып тастап, біздің жаңа кошелегімізді қоямыз. Кеттік, окей. Передачадан платеж в обработке дейді. Яғни бізге ақша осы бір күннің ішінде түсу керек, достар. Енді тексеріп көретін боламыз. Ақша түскен кезде сіздерге міндетті түрде айтатын боламын, достар. Достар, мен жаңа ғана глобустан ақшамды салған болатырмын. Енді ол маған келіп түсті. Мен жаңа 0,57 цент салған болатын. Ол менің WebMoney'ма 1 сағаттың ішінде келіп түсті, достар. Мінекей, ешқандай лохотрон емес, ешқандай алдамайтыны көрініп тұр, достар. Мінекей, сағатты қарасаңыздар, қазір 5:30, мен бағана 4-тен 20 бір нәрсе кеткен кезде WebMoney'ға жіберген болатын, уже түсті, достар. Енді крик WebMoney'ға кірді, маған типа мына жерге сообщение келді, ваш новая операция деді, бір сообщение келді. Сосын мен осы арқылы кірген болатынмын. Мінекей, достар, кіргеннен кейін мінекей менде бағана кошелекқа түсті 0,43 цент. Енді бұны құдай қаласа шығарып көретін боламын, яғни ки위ға іздеп. Яғни мен бағана 0,57 цент салған ем, бірақ маған 0,43 цент түсті. Енді мен неге екенін түсінбедім, может бұл мүмкін комиссия ұстап қала ма, оны, достар, мен біле алмадым. Енді мұнда қазір қалай ки위ға жібереді, соны білмей тұрғаным. Ендеше мен алдағы уақыттарда қалай ки위ға салу керек, сол жайлы видео түсіретін болам. Егер видеоны сал, лайк басып, каналға тіркеліп, сілтемедегі описаниядағы сілтемеге өтіп, маған тіркеліңіздер, яғни мен арқылы ақша табыңыздар. Астыда Globus Mobile ссылкасы астыда болатын болады, достар. Сіздермен болған мен Нұржан Самғат. Арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыздар, қош, сау болыңыздар, достар.